Рудный қаласы нөмірі 20-шы. Жалпы білім беретін мектебінің базасында дене шынықтыру пәні мұғалімдеріне арналған қалалық семинар өтті. Семинар тақырыбы дене тәрбиесіндегі инновациялар, цифрлық шешімдерден белсенді өмір салтына дейін. Іс-шараның мақсаты дене тәрбиесі сабағында заманауи цифрлық технологияларды тиімді қолдану және педагогтердің кәсіби шеберлігін арттыру. Семинар барысында қатысушылар цифрлық платформалар арқылы оқушылардың физикалық дайындығын бақылау, нәтижелерді талдау және жеке даму траекториясын құру тәжірибесімен танысты. Практикалық бөлімде инновациялық әдістер, геймификация элементтері және жасанды интеллект құралдары көрсетілді. Қатысушылар тәжірибе алмасып, дене тәрбиесі арқылы белсенді өмір салтын қалыптастырудың тиімді жолдарын талқылады. Қалалық семинар кәсіби ынтымақтастықты нығайтып, білім беру процесіне инновациялық технологияларды енгізудің маңыздылығын көрсетті.